Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай ұн қуырдақ дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Керекті заттар бізде сәбіз. Негізі міндетті емес, бірақ түрі әдемі болсын деп қосып жатырмын. Пиязды міне қатты майдағымай, қатты ырғымай осылай тураймыз. Одан кейін тәтті бұрыш бізде. Етімізді бәрін турап дайындап қойдым уақыт алмау үшін. Етті де қатты үлкен емес, осы тамаққа турап жүргендей тураймыз. Және картопымыз барлығын турап дайындап қойдым. Енді қызып тұрған қазанға майды құямыз. Етімізді салып, қып-қызыл болып қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Міне біздің етіміз қуырылды, міне қып-қызыл болып қуырылды. Енді осының үстінен жуаны салып, жуаны да қызарғанша қуырамыз. Одан кейін сәбізімізді, тәтті бұрышымызды салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Мен тұзды көп салмаймын, себебі етім тұздалған. Тұз бұрышты дәміне қарай саламыз. Қуырып болғаннан кейін осылай беті батып тұрса болды, осынша су құйып, баяу отта пісіреміз. Енді біздің етіміз піскенше қамыр илейміз. Қамырды кәдімгідей етке нан илегендей илейміз. Мен еш нәрсені өлшеп салып жатқан жоқпын, көз мөлшермен. Және иленген нанымызды қайта-қайта қайырып илесеңіздер, сонда июі қанып жақсы болады. Оны оқтаудың көмегімен ұн себеп отырып, етке нан жайғандай осындай жұқалықта жаямыз. Осыны ортасынан бөліп, 4 бөлікке бөлеміз. Енді қызып тұрған осындай табамызға нанымызды кептіріп аламыз. Нан өзі кепкені білінеді, түсі өзгеріп осылай ағара бастаған кезде басқа жерлерін ауыстырып отырасыздар. Осылай 4 бөлікті де осылай кептіріп аламыз. Міне мен барлығын кептіріп алдым. Осылай бірінің үстіне бірін қойып, ортасынан 2-ге бөлеміз. Ортасынан бөліп алғаннан кейін, 2-ге бөліп алғаннан кейін, осылай орап аламыз. Кесуге сонда ыңғайлы болады. Қорықпай кесе берсеңіздер болады. Бұл жабыспайды бір-біріне, себебі біз жақсылап кептіріп алғандықтан жабыспайды. Міне осындай болып шығады. Енді етіміз пісті. Осының үстінен картопымызды саламыз. Бұны 10 минуттай пісіріп аламыз. 10 минут өткеннен кейін кеспемізді үстінен салып шығамыз. Араластырмаймыз, осылай үстіне қойып қоямыз, болды. Суды көп құймайсыздар. Осы видеода көрсетілгендей етіміз батып тұрса болды. Үстінен сұйық май құямыз. Мен 3-4 қасық құйдым. Осылай құйып, бетін жауып, 15 минутта баяу отта пісіріп аламыз. Міне біздің тамағымыз дайын. Ас болсын, рахмет сіздерге.